Мына суретте өзіміздің Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов отырысын көрдіңіздер ма? Қандай? Зор отырыс. Өзіне сенімді, Қасындағы Достоевский, орыстың жазушысы, жай ғана жазушы емес, әлемдік автор. Кітаптары миллиондаған тираждармен қайта-қайта басылып, әлі күнге дейін өзектілігін жоймаған авторлардың, мықты авторлардың бірі. Екеуі өте жақын дос болған, сыйласқан. Жалпы Шоқан Уәлиханов өзін мойындата білген тұлға, өзінің қоршаған ортасына, қауымына өзін мойындатып тастаған жас кезінен ақ. Достоевскийдің өзі хаттарында сіз деп құрмет көрсеткен екен Шоқан Уәлихановқа, және Шоқанды ақыл парасатын бағалап, жақсы сыйлайтындығын жеткізген, жақсы көретіндігін жеткізген. Шоқан Уәлиханов Достоевскийден 14 жасқа кіші болған. Бірақ сонда да Достоевский жасы кіші екен демеген, өте мықты сыйласқан. Хаттар алмасқан, екеуі екі қалада жүрсе де, арақашықтық болса да. Осындай өзін жастайынан мойындатып тастаған тұлғаны Шоқан Уәлиханов деген. Ал бәз біреулер осы кісінің есімін пайдаланып, кәсібін дөңгелетіп, елімізде қазақтың нанын жеп, бірақ тілімізге, ұлтымызға құрметсіздік көрсетіп отыр да, боратты көрсетіп, билетіп, жарнамалатып. Сұмдық зат бұл, бауырларым.